Сәлем достар. Сіздермен мен Ерке. Бүгінгі жасайтын тағамымыз бұл сырнеки. Осындай жұмсақ, өте дәмді, созылмалы сырнеки жасаймыз. Дәмі тіл үйрет. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа, 1 бокал сүт, 1 бокал ұн және сыр қажет болады. Дәміне қарай тұзды себеміз. Табамызға 4 жұмыртқамызды салып, үстінен 1 бокал ұн, 1 бокал сүт құйып, және де кішкене ғана 1 шай қасықтың жартысын саласыздар. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ешқандай түйіршіктерсіз, комодтарсыз осындай біріккен әдемі сұйықтық пайда болады. Қызып тұрған табамызға сары майымызды жағып, 1 шөміш сұйықтығымызды құйып, осылай баяу отта пісіретін боламыз. Таңғы асқа істесеңіздер күшті болады. Мінекей қызарған бетін аударып, үстінен үкіштен өткізілген сырымызды осылайынан жайғастырып шығамыз. Алдын ала өздеріңіз үкіштен өткізіп алсаңыздар болады. Сосын бетін жауып, осылай екі жағында әдемі етіп қызартып аламыз. Мінекей мен алдын ала бірнешеуін істеп алған болатынмын. Достар, дәл осылай видеодағыдай жасай бересіздер. Өте оңай, құрамын өте қарапайым, үйде бар заттармен жасалынады. Міндетті түрде таңғы асқа істеп көріңіздер. Балапандарыңыз, әсіресе жұбайыңыз өте қуанып қалатын болады. Қараңыздар, қолыммен әдейі сіздерге ұстап көрсетіп жатырмын. Өте жұмсақ, нежный дейді ғой, солай күшті болып піседі. Айта кететін жайт, жаңағы табаларыңыз арнайы біліне пісіретін таба болу керек. Себебі асты жабысып қалмау үшін және де күшті етіп пісіру үшін. Мінекей осындай кереметтей сырнекилеріміз дайын болды. Ал бізге ас болсын, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Керемет, өте дәмді болып шығады. Маған тіркеліп лайк басып қоюларыңызды ұмытпаңыздар.